Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құлпынайдың адам организміне зияны және де пайдасы жөнінде видео болмақ. Құлпынай жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек-қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәсіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін эллаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безгек мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска таңдаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулары мен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Құлпынай ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді, тәбетті жақсартады, диуретикалық және диафтуриялық әсері бар. Оның химиялық құрамындағы құлпынай минералдардың жеткілікті мөлшеріне ие болғандықтан дене тазартылады. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Құлпынайдағы заттар адам ағзасына құнды пайда әкеледі. Құлпынайдың құрамы өте бағалы элемент мырыш. Бұл ұрпақты болу жүйесінің жұмысына және қызметіне әсер етеді. Сондықтан ер адамдарға көбірек жеу ұсынылады. Уақыт бөліп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.